Бұл ауылда барлығы да жан-жаққа көшіп кетіп, ауылдың тоз-тоза шыққан. 30-шы үй. Қос пәтерлі үй екен. Терезелері шытынаған, есіктері жоқ. Қанша үйге бардым? Санынан жаңылыстым шыны керек. Әлі қанша үй тұр. Поселок большой был тогда. Тогда поселок большой, у нас и клуб был, и школа была. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Мен қазір Батыс Қазақстан облысы Кожевников деген ауылға келіп тұрмын. Бұл ауылда барлығы да жан-жаққа көшіп кетіп, ауылдың тоз-тоза шыққан. Қазір ауылда дұрыстап көрсетемін. Міне үйлердің көбі осындай қаңырап, бос тұр, азып, тозып, құлап жатыр. Мынаға жақындаудың өзі қорқынышты екен. Әп-сәтте құлап кетуі мүмкін. Дәл бүгін қыстың алғашқы күні. Бүгін 1 желтоқсан. Күн өте суық, аяз өте қатты. Камераны ұзақ ұстап тұрудың өзі қиын. Міне тағы бір үйге келдім. Бұның да төбесі опырылып түскен екен. Қабырғалары құлап қалған, ішкі пештері. Үйлер күтімсіз қалғасын осылай азып тозып кетеді. Бұлардың да жермен жексен болып құлап қалуына да көп қалған жоқ. Мына жақта да үйлер сондай жағдайда тұр. 34-ші үй. Бос қалған қаншама үй тұр. Қайран. Мінекей пеш бұл, ошақ. Қос қабатты болған сияқты ошақ. Мына шаруашылық нысандары екені даусыз. Олар жермен жексен болып қалған ендігі. Ана жерде бір қабырғасы, мына жерде бір қабырғасы қалған. Барлығы қирап біткен екен. Мынау көрші үй. Бұның да міне шаруашылық нысандары жермен жексен болған. Қоршау түгел алын, қоршаулар жоқ. Есік терезелері барлығы жылып алған, сынған, қираған. Қоқысқа толы. Осындай жағдайда тұр. Қаңыраған ауыл. Ауылда ешкім тұрғысы келмейді, ауылға ешкім келгісі келмейді. Ал мына үй құлыптаулы тұр.
Мінекей. Ал көрші үй астан кестең болған. Отызыншы үй. Екі пәтерлі үй ғой. Арғы жағы есік құлыптаулы тұрған. Ал бұл астан кестең болған. Мына жақта тағы да бір үй. Қазір барып көрейік. Терезесі жоқ екен. Осыдан қарап бұның да қараусыз қалғанын аңғаруға болады. Бұл да шаруашылық нысаны. Монша сияқты. Ал міне үй. Бұл да қос пәтерлі үй екен. Терезелері шытынаған, есіктері жоқ. Шатырлары опырылып жатыр. Қабырғалар әрең тұр негізі. Опырылып кетуі мүмкін әжетте. Азып тозып кеткен ауыл. Мына жерлерде шаруашылық нысаны болған, қора болған анық. Мына жерде бағаналар тұр әнекей. Және орны тұр. Келесі үйге барайық. Бұл үйдің де терезелері шытынаған, яғни ешкім тұрмайды деген сөз. Ортасына түскен екен. Аянышты жағдай. Ана шаруашылық нысаны түгелдей опырылған. Азып тозып кеткен. Байқағаныңыздай, барлық үйдің көше жағында, ауласында терек өте көп. Тал терек отырғызуға үлкен мән бергені көрініп тұр. Міне мына жерлердің барлығы да теректер. Бұның барлығы қолдан егілгеніне ешқандай күмән жоқ, себебі бәрі қаз-қатар тізілген. Міне мына үйде тас-талқан болған. Міне тағы бір үй құлайын деп тұр. Қанша үйге бардым? Санынан жаңылыстым шыны керек. Әлі қанша үй тұр маңайда. Ауылдың қақ ортасында бейіттер бар екен. Мола қоршалған. Және қоршау
құламаған. Бұнда тұрғындар тұрақты келіп тұрмағанымен жиі келіп кетіп жүрген сияқты. Себебі бейіт күтімсіз қалмаған. Мынау ауылдың ең шеткі үйі. Міне ана жақ дала. Бұл шеткі. Ана жерде де бір үй болған екен. Кәдімгі саз балшықтан қаланған үй, бірақ оның түгі қалмаған. 2-3 қабырғасы ғана қалыпты. Ал мынау сырты ақ кірпішпен қаланған 2 пәтер болған екен. Мына пәтерді бұзып алып кеткен екен. Тек іргетасы ғана қалыпты. Мына жағында да көше болған екен. Мен жаңа ана көшенің бойын тұрып келдім. Бұлай ұзынына жатқан. Мына бойда да ұзыннан көше болған екен. Әнекей, ана жерде ақ тастан қаланған үй тұр. Мына жерде тағы бір бар, тастан қаланған. Міне тағы да терек. Міне үйдің, әрбір үйдің көше жағына терек еккен. Және көшенің бойына тағы да еккен осылай ұзыннан. Анаға отырған терек әлі өңін бермеген екен. Әлі жапырасыл болып тұр. Қалған жапырақты ағаштардың бір түрі ғой. 5-ші үй екен. Бірақ көшенің атауы жоқ. Ешбір үйден көшенің атауын көрмедім. Шаруашылықтың саны болған екен. Бұның шатыры жоқ мүлде. Мына жерде де бір үйдің іргетасы жатыр мінекей. Мына үйде қирап жатыр. Көрдіңіздер ғой, қаншама үйді көрсеттім мен. Аянышты күйде. Барлығы қаңырап қалған, қирап қалған, жарамсыз күйге түскен. Ана жерде былайнан өзен жатыр әне. Шаруашылыққа өте қолайлы жер болған екен. Осыншама қолайлы жерді не үшін тастап барлығы жан-жаққа жапа тармағай көшті екен? Сол сұрақ мазалап тұр. Бұл да 2 пәтерлі болған екен. Мына жерде тағы 2 бірдей үй тұр. Мына шаруашылық нысандары, кіреберісі, ауласы. Бұл көшесі. Қараусыз қалған барлық үйлер. Бұл да 2 пәтерлі екен. Мына жақта бір кіреберіс бар және анау жерде бір кіреберіс бар. Екі көшенің бойын аралап шықтым. 2 көшеде де жан баласы көрінбеді. 11-ші үй бұл. Шаруашылық техникалары көріне бастады. Осы жерде міне бір шаруалық бар деп айтты. Бұл ауылға келгенде өзімді әлгі шетелдік фильм бар ғой, я легенда дейтін. Сол киноға ем кеткенде болдым, шыны керек. Дәл сол фильмдегі сияқты. Тіршілік жоқ. Үлкен ауыл.
Жаңа мен айттым ғой, ана жерде техникалар тұр деп. Ол техникалар бір қожалыққа тиесілі екен, бірақ ол жерде отбасы тұрақты тұрмайды екен. Тек жаңағы шаруашылыққа келіп кетеді екен, тұрақты тұрмайды. Бұл ауылда тұрақты тұратын байырғы тұрғындардан тек қана бір ғана отбасы бар екен. Мына үйде тұрады. У меня и отец здесь рожден, Кожевником был. Поселок большой был тогда. Тогда поселок большой, у нас здесь и клуб был, и школа была. А потом молодежь разъехала вся. Школу закрыли, молодежь начала разъезжаться. А детей куда? В интернат, говорит, в Жанов. А кто с первого класса в интернат ребенка даст? Ясное дело, родители начали уезжать. При совхозе мы все работали, трактора дорогу чистили. Тогда у нас скот совхозного было много, дойный гор был, каждый день чистили, молоко возили в Жанов. Тогда. Лет 5, если не больше, как вот так живем. Тогда бабка была, когда мы все время вдвоем, вот так, все. А сейчас вот ее нет, он 8 часов ходит утром на работу, сидит. И это, приходит только в обед. Я один. Оно скучно, действительно, телевизор смотришь, глаза болят, возьму, выключу, лягу с прививкой. Ну а что делать? Куда идти? Или когда поселок был тогда, кому-то к друзьям сходил там, а сейчас идти некуда. А к ним пойдешь, они работают, что, отработать, отрывать. Қарияның сөзіне сенсек, бұрын бұл ауылда 150 шақты үй болған екен. Тұрмыс тіршілік қайнап жатқан берекелі ауыл болған деседі. Бірақ 90 жылдардан бастап, яғни Кеңес одағы тарағаннан кейін бұл ауылдан да көшіп кеткен адамдар көбейіпті. Содан кейін барлығы жаппай көшіп кеткен екен. Тек осы қария ғана өз ауылын тастамай, өз ауылында тұрып жатыр. Ешқандай шыны керек жағдай жоқ қой бұл жерде. Оның үстіне үлкен кісінің денсаулығы да сыры береді. Ал ауылда медициналық көмек көрсететін ешкім жоқ. Көрші ауылға бару керек, қалаға бару керек. Бірақ бір жақсысы, мына күре жол трассаға, республикалық трассаға бұл ауыл жақын, тек сол трассаға жеткенге дейін қиын. Қара жол кәдімгідей. Біз әрең жеттік. Қазір жер сақайып жатыр, соның өзінде жүру қиын.